Адам тарихи фонда туылады. Экзистенциялық талдау. 20 ғасыр адамы бір нәрсенің құрсауынан құтыла алмайды. Ол уақыттың тапшылығы. Олар ерлік істер атқарып, өмірде із қалдырған ірі субъектілердің өмірін зерделегенде, аз ғұмырында мұншама істі қалай атқарған деп бас қатады. Логикаға салсаң, тарихтың бағытын өзгертіп жіберген жекелеген тұлғалар ұзақ жасамаған. Қазіргі өлшемге салғанда ерте қайтыс болған. Мысалы, Исаны алып қараңыз. Ол 33 жасында опат болды. Оның пайғамбарлық миссия арқалап белсенді әрекет еткені әрі кетсе 10 жыл болуы мүмкін. Бірақ сол 10 жылдың өзін Рим империясының бағытын өзгертіп жіберді. Ол кезде Рим қоғамында адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп келетін діннің алтын қағидаларының бірі атымен құрыған еді. Ол кезде неғұрлым тас жүрек болсаң, соғұрлым жолы болғыш жігітсің. Жүректі жігіт деп жүрек көзі ашылғанды емес, білегі жуан легионерлерді айтатын. Тек қана әскери доктринаға құрылған империяда адам болмысы тұншығып кететін. Иса адамзаттың бәрін сүйетін доктринасымен христиан өркениетін туғызды. Енді Мұхаммед пайғамбарды қараңыз. Уахиды 40 жасында алған, 63-інде дүние салды. Ислам өркениетін тудырып, үмбет ұғымын қалыптастырып кетуге осы уақыт 23 жыл жеткілікті болды. Қазіргі адамға уақыттың жетпеуінің басты себебі уақыт философиясын дұрыс түсінбегеннен. Адамның рухани болмысы уақыттың ішінде ашылады. Яғни болмыс өзінің қандай құдіретті күш екенін көрсету үшін уақытқа тәуелді. Яғни уақыт сол үшін берілген. Мұны мынадай мысалмен түсіндіреді. Қолыңызда бір флешка тұр. Ішінде аты шулы 3 сағаттық фильм бар. Көргің келіп, ынтызарың ауып тұр. Былай қарағанда фильм тұтасымен алақаныңда тұр, бірақ оны көре алмайсың. Неге? Себебі бос уақытың жоқ. Флешкадағы фильм барлық нәрі мен сөлін ашып көрсету үшін оған 3 сағат уақыт керек. Осындай бос уақыт тапқан сәтіңізде ғана фильм сізге көрінеді. Бірақ уақыт болмысқа қызмет ету үшін адам ниетін бұл дүниенің ішіндегі ұсақ түйекке байланбауы керек. Себебі объективті әлемдегі бүкіл жаратылыс онтологиялық уақытта өмір сүреді. Яғни ай, апта, сағат жан-жануарға қалай әсер етсе, адамға да дәл солай әсер етеді. Адамдар бұл уақытта шатаспас үшін күнтізбе пайдаланады. Ғайыпта тұрған ең асыл мұратқа ұмтылмайынша, пенде күнтізбедегі уақыттан жұлқынып шыға алмайды. Ал пайғамбарлар Алланың дидарын көреміз деп ауыр миссияны арқалайды. Рухани миссия болмыстың потенциалын ашады. Сол кезде адам феномендік уақытқа өтіп кетеді. Ол кезде 1 секунд 1000 жыл сияқты сезіледі. Мұхаммед пайғамбардың Миғражға сапарын осымен салыстырады. Яғни 1 секундта 18 000 ғаламды асықпай шарлап келеді. Уақыттың осындай сиқырын әулие-әмбиелер көбіне ертегілерге енгізіп жіберген. Ертегі кейіпкері самұрық құсқа, жүйрік жылқыға, ұшатын кілемге немесе диюға мінген кезде қалаған жеріне көзді ашып жұмғанша жетіп баратын. Немесе қолына құдіретті бір зат түскенде соның көмегімен кірпік қаққанша қалаған мекенге топ ете қалатын. Уақыттың екі түрлі өлшемде әсер ететінін қазіргі адамда байқайды. Ғашықтар кездескенде 5 сағаты 5 минуттай өте шығады. Өмір мен өлім айқасқан сәтте санаулы секундтар адам санасына жылдар сияқты әсер етеді. Әрбір секундтың қозғалысы ұлудың жүрісі сияқты сезіледі. Саяси идеологияға негізделген ресми жиналыстардың ұзақ уақытқа созылатын себебі осы. Айналдырған 40 минуты тұтас бір ғасыр сияқты жанға батады. Адамның өмірдегі миссиясы тек субъективті болады. Біреу арқалайтын міндетті екінші біреу көтермейді. Оның ғайыптағы миссиясы мені қашан жарыққа шығарасың деп ымдап тұрады. Осы миссиясынан қашып конформизмге жұтылған пенде онтологиялық уақыттың құрбаны болады. Өлгенше уақыттың тапшылығынан зардап шегеді. Көп адам болашақта атқаратын миссиясын таппай дал болады. Оның басты себебі өткен тарихтан бейхабар болуы. Эрвин Штраустың адам тарихи фонда туылады дейтін осы. Яғни адам ата-бабасының өткен тарихына үңілгенде қандай идея үшін күресіп, ненің жолында жанқиярлықпен өмір сүру керегін тез түсінеді. Әсіресе бұл отар болған елдерге тән. Империялар жаулаған жұртының тарихын фонын қиратып жібереді. Бұл тұрғыдан алғанда СССР-дың империясына жететін мемлекет болған жоқ. Ол Советтер одағының құрамында болған 14 республиканың тарихы бұлай тұрсын ана тілін жойып жіберуге шақ қалған.
ең ауыр зардап шеккені қазақ халқы. 1931-32 жылғы геноцид, 1936-37 жылғы репрессия, қинап ұжымдастыру, екінші дүниежүзілік соғыс, тың игеру, орыс мектептерінің жаппай ашылуы, осы қиянаттың бәрі қазіргі қазаққа тарихи фонын көрсетпей тұрады. Тіпті үшінші, төртінші атасы ишан сопы болғандардың өзі тарихи тамырына жалған алмайды. Қазіргі еркектердің сапасының түсуі де осымен байланысты. Ұлы мұраттың жолында қайтпай соғысатын күрескерлік болмаған соң еркектің қаһармандық қасиеттері қашалып шықпайды. Уақыттың екі түрін бейнелі түрде былайша түсіндіруге болады. Сіз онтологиялық уақыттың ішінде бүкіл жан-жануар қоршаған ортамен бірге дөңгелеп кетіп бара жатырсыз. Дәл жаныңызда тарихтың мәнін ашатын феномендік уақытта дөңгелеп тұр. Ол уақыттың ішіне адамның болмысынан басқа ешнәрсе кіре алмайды. Жүрегі шыдап, психологиялық қорқынышын жеңіп, осы феномендік уақытқа аяқ басқандар өмірін мүлде басқа форматта қашай бастайды. Тарихи фонды айқындап тұратын діни жырдастандарда батырлар жырын, лиро-эпостық жырларын жыраулар жырлағанда тыңдаушы сол заманға өтіп кетеді. Одан бөлек рухани сұхбатқа түскен дәруіштердің зікіріне қатысқан, осындай қиссаларды оқып отырған кісілерде уақыт өлшемі өзгереді. Бейне бір қаһарман пайғамбарлармен бірге жүрген серіктестей сезінеді. Әулиенің басына зияраттап барып Құран оқып қайтатын жұрттың да санасының бір серпіліп қалатын осы. Уақытша болса да онтологиялық уақыттың шынжырынан босайды. Осы жерде тарихтан бір мысал берейік. 2000 жыл бұрын Рим империясының қол астында жатқан иудейлер көтеріліс бастайды. Олардың ашынғандары сонша еркектері қасық қаны қалғанша соғысады. Көтеріліс жаншылған соң Рим басшылары оларды империяның әр түкпіріне тарыдай шашып жібереді. Қай аймаққа түссе сол өңірдің тілін үйреніп, тіршілігін жалғастырды. Тілдік тұрғыдан олар әбден бөлшектенді. Бірақ дін иелері діни аңыздар мен тарихи оқиғаларды ұрпақтың санасына сіңіріп отырды. Одан бөлек көне Забурдағы діни жырлар мәдениет ретінде сақталып қалды. Осының арқасында арада 2000 жыл өтсе де, олар өздерінің тарихи мекені Құдыс шаһары екенін ұмытқан жоқ. 19 ғасырдың аяғында шылқып байыған еврейлер Құдысқа оралу туралы идеяны жүзеге асыруға шындап кіріседі. Әуелде мұны көбісі абсурд деп қабылдамай қояды. Себебі тілі бөтен яһудилер бірін-бірі ұқпайтын. Сол кезде тарихи жадын жаңарту үшін көне діни жырларды жинай бастайды. Ескі жырлар оларды бір мүддеге тағы да тоғыстырды. Бірлік нығайған соң Құдысқа қайту жобасы жолға қойылды. Бұл оқиғаның соңы Израиль мемлекетінің құрылуымен аяқталды. Қазақстанда бұл жобаны қолға алған ел продюсерлік орталығы болған. Ғалым Доскен атты зиялық азаматтың жанкешті еңбегінің арқасында қазақтың мың күйі, қазақтың мың әні, батырлар жыры, лиро-эпостық жырлар сияқты дүниелер өмірге келді. Түптің түбінде ұлттың бірігіп, ұлыстың нығаюы осындай құндылықтарды сіңіруден басталады. Бала тәрбиесіндегі асқынған проблема мынау. Смартфоны бар бала интернеттен көрінген ақпаратты сіңіріп жатыр. Кейбір ата-ана менің балам пайдалы фильмдер көреді деп өзін жұбатады. Ал TikTok сияқты желілер мағынасыз видеодан басқа ешнәрсе ұсынбайды. Мұның қауіпті жері мынау. Бала өз ұлтының да, жалпы адамзаттың да даму тарихын ұмытып қалады. Ұмытқан сайын ұлыстың бірлігі дырап, мемлекеттік санасы әлсірейді. Тарихи фонды бүркемелеу, адамды онтологиялық уақыт құрсауынан шығармау тирандар үшін пайдалы. Себебі адам феномендік уақытқа өтіп, соның дөңгелегімен айналатын болса, рухани болмысы ашылып, қаһармандық қасиеттері артып шыға келеді.